Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін Казахстан порталында кезекті сұхбат. Бүгінгі біздің қонағымыз Нұр-Сұлтан қаласындағы Әл-Фараби атындағы мешіттің бас имамы Нұрлан Бекболатұлы. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Уағалейкум ассалам. Жалпы осы соңғы уақытта елордамыздағы діни ахуал қандай? Бұрын теріс ағымдар қатары көптеп едік, енді қазір жүргізілген діни сауат ашу жұмыстарының арқасында қазір қалай болып жатыр? Аллаға шүкір, елордамыздағы діни ахуалдың жағдайы қазіргі уақытта тұрақты. Әрине бұл осы саладағы мамандардың, имамдардың, ұстаздардың, теологтардың атқарған жұмысының нәтижесі, жемісі деп білеміз. Біздерде республикалық ақпараттық түсіндіру тобы, жергілікті ақпараттық түсіндіру тобы жұмыс атқарады. Ол жерде білікті, білімді мамандар жұмысқа тартылған. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қабырғасында осы оңалту бағыты бойынша арнайы бөлім қызмет атқарады. Ол жерде Әл-Асқар университетін бітірген, шариғат факультетін тамамдаған білікті, білімді ұстаздар, Құранды толығымен жаттаған, ижаза дәрежесіне жеткен, сонау Хасеки академиясын тамамдап келген қаншама мамандар осы сала бойынша ақпараттық түсіндіру тобында оңалту бағыты бойынша жұмыс атқарып келеді. Қазір елдің, жамағаттың сауаты қандай деңгейде? Бұрын мысалы қарапайым сұрақ қоятын, көбіне қазір енді кішкене сауаты жоғарылады ма? Дұрыс айтасыз. Қазіргі осы дінге бет бұрған тұрақты мешітке келетін жамағаттардың сауаты бұрынғыдан қарағанда әлдеқайда жоғарылады. Себебі сауат ашу жұмыстары, уағыз насихат жұмыстары өз кезегінде қарқынды атқарылып келеді. Жамағаттардың санасы, жамағаттардың діни түсінігі бұрынғыдай емес. Сондықтан жамағат тарапынан қойылатын сұрақтарда кейбір заманауи мәселелерді де қозғалады. Біздерде арнайы осы Абу Насыр Әл-Фараби мешітінде, сонау Хасеки академиясын бітірген, Әл-Асқар университетін бітірген жоғары білікті, білімді қарилар мен ұстаздар қызмет атқарады. Жамағаттарға жүйелі түрде сабақтар, уағыз насихаттар, тағы да басқа білімдерін көтеру үшін әртүрлі жұмыстар атқарылу үстінде. Деструктивті діни ағымдарға қарсы негізгі имани иммунитеттің бірі ол ұлттық құндылықтар. Біздің қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы, мақал мәтелдері дегендей. Жалпы осы ұлттық құндылық дегенді сіз қалай түсіндіріп берер едіңіз? Ұлттық құндылық дегенде біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыз, қазақтың тілі, ділі, діні ойға оралады. Кешегі бабаларымыздың мақал мәтелдері, қанатты сөздері, Құрманғазы атамыздың күйі, Дина апамыздың күйі, басқа да сондай бабаларымыздың керемет осындай қазақтың болмысына тән құндылықтарымыз біздің ойымызға оралады. Осы құндылықтарды бойына сіңірген, ұлттық құндылықтарды құрметтеген, салт дәстүрін бағалаған ұрпақ ешқашан теріс ағымның, теріс идеологияның жетегіне ермейді. Себебі бұл теріс ағымнан тежейтін, тосқауыл болатын бірден бір тәрбие десек те болады. Қазақта дәстүріңді баққаның, үмітіңді жаққаның дейді. Біздің ел таңбамызды, туымызды, мемлекеттік рәміздерді құрметтеп, салт дәстүрімізді бағалап, ұлттық құндылықтарымызды сондай қадірлейтін болашақ ұрпақ ешқашан теріс ағымның жетегіне кетпейді. Бізде шариғатта ғұрыптың шариғатта орны бар, кейде үкім соған қарай орнығар дейді. Тіпті мынау салт дәстүріміздің, осы қоғамдағы ұлттық құндылықтардың діни мәтінде дәлел айғақ болуға да өзіндік дәрежесі бар. Сондықтан да шариғаттағы кейбір діни мәселелердің жауабын Құран мен хадистен, тағы да басқа сахабалардың сөзімен қатар сол қоғамдағы салт дәстүр, ұлттық құндылықтарға зерттеле келе шариғи сұрақтарға жауаптар шығады. Нұрлан Бекболатұлы, бүгін уақыт тауып бізге сұхбат беріп, осындай келелі ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Алла разы болсын, рахмет.